Саламатсыздар ма, құрметті 9-шы сынып оқушылары. Мен Ақсу ауданы Есболған Жайсаңбаев атындағы орта мектептің биология пәні мұғалімімін. Аты-жөнім Мұхамедбай Әмір. Сіздермен өтетін бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тіршілік үшін күрес. Оқу мақсаты ағзалардың бейімделуіндегі табиғи сұрыпталудың рөлін сипаттау. Эволюция негізін қалаушы Чарльз Дарвин. Оны өткен тақырыптардан білеміз. Чарльз Дарвин тіршілік үшін күрес бірін-бірі жоққа шығаратын екі себеп салдары болады деді. Біріншісі тірі ағзалардың шексіз көбею қабілеті, екіншісі табиғи ресурстардың шектеулілігі. Әрқандай тірі ағза өзінен өзі сияқты ұрпақ қалдыруға тырысады, неғұрлым көп ұрпақ қалдыруға тырысады екен. Бірақ ешқашанда оған табиғи ресурстар жеткілікті бола бермейді. Табиғи ресурстардың шектеулілігі әсер етеді екен. Осы екі себеп салдар бірін-бірі жоққа шығарып отырады деді. Әрбір дара өзінен кейін өз сияқты ұрпақ қалдырады. Туған даралардың саны неғұрлым көп болған сайын, сол даралардың арасында өлім-жітім де соғұрлым көп болады екен. Туған даралар саны 2 болғанда өлім-жітім 22%, 3-ке жеткенде 27%. Сол сияқты 6 болған жағдайда 70% өлім-жітім болады екен. Табиғи ресурстарға ауа, жарық, жылу, ылғал, қорек, аумақ, ұя, тағы басқа да әртүрлі климаттық жағдайлар, бұлардың барлығы табиғи ресурстарға жатады. Тіршілік үшін күрес. Тіршілік үшін күрестің негізгі 3 түрі бар. Түр аралық күрес, түр ішілік күрес және абиотикалық күрес, сыртқы ортаның қолайсыз жағдайымен күрес. Түр аралық күреске бір түр мен екінші түр дараларының арасында күресті айтамыз. Мысалға, қоян мен қасқыр арасында жемтігін аулау қорек үшін күрес жүреді. Жатаған бидайық пен күріш арасында қорек үшін күрес жүреді. Күріш егілген аймаққа жатаған бидайық арам шөп ретінде өседі. Жатаған бидайық күріштің қорегімен қоректен күріштің түсімін кемітеді. Шырша мен шырша арасында күрес. Бұл енді түр ішілік күреске, бір түр даралардың ішінде жүретін күрес. Шыршалы орманда қорек жарық үшін күрес. Неғұрлым биік өскен, ертерек өсіп кеткен шыршалар жарыққа ұмтылып жақсы өседі, дағы астында көлеңкеде қалып қойған шыршалар нашар өсіп қалады. Бұғы мен бұғы арасында күрес. Қорек үшін күйлеу бәсекелестігі. Бұғылар күйлеу кезінде аналықтарына аталықтар таласады. Жеңіп шыққан аталықтары сол үйірге ие болады. Абиотикалық күрес. Абиотикалық күрес дегеніміз сыртқы ортаның қолайсыз жағдайымен күрес. Мысалы, шегіртке мен орта жағдай арасында күрес. Егер су жүріп қар жауып кетсе, шегірткелер қырылады. Егер қорек мол болса, жауын-шашын аз болған жағдайда шегіртке көп бола түседі. Өсімдік пен топырақ арасында күрес. Өсімдік топырақ құнарлы болса жақсы өседі, да құнарлылығы нашар болса өсімдік нашар өседі. Тіршілік үшін күрестің ерекшеліктері. Тура күрес жүреді, жанама күрес жүреді. Түрлер арасында, даралар арасында өзара тура күрес жүреді және жанама күрес жүреді. Тура күрес дегеніміз түр даралары ашық айқасқа түседі, немесе соқтығысады. Неғұрлым жақсы бейімделген, неғұрлым күштісі, мықтысы жеңіске жетеді. Мысалға, жыртқыш пен жемтік арасында қатынас. Жыртқыш жемтігін ұстап жеуге тырысады, жемтік одан қашып құтылуға тырысады. Неғұрлым жүйрік болса, жемтігі ол қашып құтылып кетеді. Жыртқыш неғұрлым күшті болса, оны қуып жетіп алады. Аналықтарына таласатын аталықтарды мысалға айтуға болады. Мысалы, бұғылар аталықтар сүзіседі, арыстандардың аталықтар таласады деген сияқты. Неғұрлым қайсы жеңіп шығады, сол аналыққа ие болады. Жанама күрес. Бұл даралар арасында ашық айқас болмайды, ашық соқтығысу болмайды, жанама сипатта өтеді. Мысалы, жыл құстар, қыстаудан қайтқан құстар ұяға бірінші келген не болады да, кейін келгендер ол ұяға таласпай басқа ұя іздеуге кетеді. Әдемі сайрайтын аталықтарға аналықтар өздігінен келеді. Аталықтар ол жерде ашық айқасқа бармайды. Жеңіл тозаңды өсімдіктер бірінші тозаңдарына өзгереді. Бұлар жанама күрес деп айтуымызға болады. Енді тағы бір тіршілік үшін күрестегі ерекшелік, ол тірі қалудың кездейсоқтық элементі. Бұл дегеніміз, кейде жақсы бейімделген түрлер тіршілігін жойып, ал нашар бейімделген түрлер тіршілігін жалғастыру мүмкін. Бұндай жағдайлар кездеседі. Мысалға, орман өрті кезінде, орман өртінің ортасында қалып қойған, центрінде қалып қойған даралар қаншалықты жақсы бейімделгенмен де тіршілігін жояды, яғни өртеніп өледі. Ал шетте алыс қашықта қалған түрлер соған ұқсас, олар тіршілігі бейімделуі нашар болғанына қарамастан, олар тіршілігін жалғастырады екен. Сол сияқты аңшы аң аулағанда ірі аңды атуға тырысады.
өсімдік жинаушы өсімдік жинаған ірі гүлдерді, ірі тұқымдарды жинауға тырысады мысалы. Осының нәтижесінде кездейсоқтық элемент деген бар. Ешқашан да табиғатта жақсы бейімделген түрлер тіршілігін жалғастыра бермейді екен. Оларда өлімге тез ұшырауы мүмкін екендігі көрсетіледі. Енді мына тапсырмаларды орындап көрейік. Оқулық бойынша, бүгінгі тақырып бойынша тіршілік үшін күрестің үш түрі бар: түрішілік, түраралық және абиотикалық күрес. Мына суреттер қарап отырсаңдар, бірінші суретте арыс жолбарыс арасында күрес, екінші суретте ағаш пен саңырауқұлақ арасында, үшінші суретте мына жаңағы ағаштар арасында күрес, бір түрлі ағаштардың арасында, және түйе менен шөл даладағы күрес, суық қардың арасынан өсіп тұрған қарғалдақ гүлінің суық климатпен күресі, және арыстан мен зебра арасында күрес. Қай күреске мысалы сәйкестендіріп орындайық. Келесі тапсырма: тіршілік үшін күрес белгілерін ата. Мұнда тіршілік үшін күрестің үш түрі бар: түрішілік, түраралық және абиотикалық күрес. Олар дәптерге үлкен қылып кестені сызайық, үлкенірек сызайық. Сізге мына сұрақтарға осы кестенің ішіне жауап жазамыз. Бірінші сұрақ: қандай негізгі себептерден күрес пайда болады? Қорек па, аумақ үшін ба, жыныстық әріптес үшін ба, тағы басқа себептер. Мына негізгі себебін жазамыз. Қанша түр қатысады? Бір түр ма, екі түр ма, көп түр ма деген сияқты. Кездейсоқтық элемент жоғары бола ма? Мына үшеуінің ішінде қайсында кездейсоқ тірі қалу мүмкіншілігі жоғары? Бір мысал келтіріңіз. Осы үш күреске бір мысалдан келтіреміз. Адам әрекетінің әсері байқала ма осы үшеуіне? Байқалса қаншалықты? Соны да мына жерге жазып кетеміз. Ал сабағымызды қорытындылайтын болсақ, жалпы эволюциялық идеяны қалыптастырған кісілер Жан-Батист Ламарк дейміз. Ал эволюцияның негізін қалаушы Чарльз Дарвин дейміз. Чарльз Дарвин 1831 жылы Бигл кемесіне отырып 5 жыл әлемді айналып зерттеу жүргізді. Сол зерттеудің нәтижесінде эволюцияның қозғаушы күштерін атап айтты. Біріншісінде бүгін біз оқыған тіршілік үшін күрес. Оның үш түрін бүгінгі тақырыбымызда оқыдық. Ал қалған екі эволюцияны қозғаушы үшін келесі тақырыптарда қарастыратын боламыз. Олар табиғи сұрыптау және тұқым қуалайтын өзгергіштік. Үйге тапсырма ретінде сендерге тақырыпты қайталап оқып келу және тақырып бойынша тест тапсырмаларын құрастыруға беремін. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.